Assalamu alaikum. Naqs mına videoda bir voqea aytib жатыр, bir qissa. Өте маңызды, мағыналы, адамдың несібесіне қатысты бір сыр айтып жатыр. Өзім ұнатқаннан кейін сіздерге аударып берейін дедім. Ақырына дейін тыңдасаңыздар, өте керемет, пайдалы бір оқиға. Bir adam үйін жасату үшін екі жұмысшы әкелді дейді. Енді бір қысқартып айтып берем. Екі жұмысшы әкелді дейді. Екі жұмысшының екеуі де 60 жасында. Біреуі толық, бақуат, күшті. Екіншісі ауру, әлсіз, шамасы жоқ, сондай бір. Одан кейін екеуі жұмысты бастады дейді. Жұмыс былай, үйімді жасатайын деп жібердім. Үйі ескірген екен, үйімді жаңартамын деп бір үйдің алдына құм түсірдім дейді. Сөйтіп оны құмды тасу керек үйдің ішіне. Сөйтіп айттым, бұл екеуінен қандай жұмыс шығады деп бір жаққа барып келдім дейді. 4 сағаттан кейін келдім. Екеуі әжептәуір жұмыс атқарған екен дейді. Бірақ бір байқағаным, мына толықрағы, бақуаттырағы жұмыстың көбі сол атқарып жатыр. Екінші әлсіз, түрі ауру сияқты, ол мен істеп атқан жоқ десем де болады дейді енді. Пакетті ашады дейді. Қатты жұмыс істемейді дейді. Жұмыстың бәрін істеп атыр дейді. Сөйтіп, жұмысты тоқтаттым дейді. Тоқтатып, екеуін айттым, демалыңдар кішкене, мен азық түліктен барып бір сусын әкелейін дедім. Сөйтіп, бақуаттырағын шақырдым, екеуміз барып келейік дедім. Сөйтіп, жолда сорадым. Мына істеп атқан жұмыстарыңға мен таң қалдым. Қалай бол? Жұмыстың бәрін сен істеп атсың. Анау істеп атқан ештеңесі жоқ. Yani жеңіл бір жұмыс атқарып жатыр. Қалай деп сорадым. Сөйтіп айттым, сендер қалай жұмыс ақыны алғанда қалай бөлісесіңдер? Анау айтты дейді. Жартысын анау алады, жартысын мен алам деп айтты дейді. Сөйтіп таң қалғаным көбейіп кетті. Бұрынғыдан да енді көбірек таң қалуға бастадым. Қалай бол деп айттым дейді. Сен жұмыстың бәрін сен істеп аласың деп айттым дейді. Ана кісі айтты дейді. Жұмыстың бәрі емес, мен емес, жұмыстың бәрі анау істеп жатыр деп айтты дейді. Қалай деп айттым дейді. Жұмыстың бәрін сен істеп жатсың. Анау істеп жатқан түгі жоқ. Мені тыңдаңыз деп айтты дейді. Мен осы адаммен бірнеше жыл бұрын өзіме бір көмектесетін бір жұмысшы керек болды дейді. Сөйтіп осы адам маған келіп айтты дейді. Мен осындай жағдайым нашар, өзімді әлсіз, денсаулығым да жоқ, жұмыс іздеп жүрмін, мені осы жұмысқа алсаңыз деді. Сөйтіп айттым, сен өте әлсізсің, қалай жұмыс істейсің? Өтініш, бір жұмыс не берсең бер, мені бір жұмысқа алшы деп айтты дейді. Сөйтіп жақсы деп жұмысқа алдым дейді. Жұмысқа алғаннан кейін істедік дейді бірнеше күн. Айтқандай әлсіз, көп жұмыс істей алмай, әйеліме барып айттым дейді, осындай. Әйелім айтты, не істейсің бұл адамды, жібер деп айтты дейді. Сөйтіп адамға айттым дейді ертесі күні. Сіз болмайсыз, нашарсыз, жұмыстан шығыңыз деп айттым дейді. Шығарып жібердім дейді. Жұмысын шығараннан кейін 3 ай өзім жұмыссыз қалдым дейді. Жұмыссыз қалдым дейді өзім. Ешкім мені шақырмайды дейді жұмысқа. 3 ай бос қалдым дейді. Әрі ойладым, бері ойладым. Алла Тағала жүрегіме сол жаңа әлсіз адамды жүрегіме салды. Жұмыстың жоқ болғаны, соның себебінен болғанын Алла Тағала жүрегіме салды. Сөйтіп бардым бұл адамға қайтадан. Барып айттым, өтініш осы. Енді мен өтініш жасаймын дейді, оған жұмысқа келді.
өтініш осы жұмысқа келсеңіз, бірге жұмыс істесек деп. Анау да ойбай, мен де сол біраз уақыттан бері жұмысым жоқ, жақсы болды деп жұмысқа екеуміз бірге істейтін болдық. Енді мына кісі келгеннен бастап қолым тимейді дейді. Жұмыстан қолым тимейді дейді. Сондай жұмыстың артына жұмыс келетін болды дейді. Жұмыстың бәрі не себебін көбеюі осының себебінен деп айтты дейді. Сөйтіп енді адамдың несібесі біреуге де байланысты болуы да мүмкін. Тек қана маған дегеннен бөліскен ол да адамның несібесін артуына себеп болады деп жатыр да мына жерде.